Саламатсыздар ма YouTube каналдың көрермендері. Бүгін сіздермен трендте жүрген хит болып жатқан арабтың махлюбе тағамы менен істеп көрсетпекшімін. Видеоны соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып отырыңыздар. Сонымен махлюбе. Сонымен маған ет, сәбіз, картошка, болгарский перец, пияз, май, күріш керек болды. Осылардың бәрін ашып дайындап қойдым. Міне енді шетінен етімді қуыра бастаймын. Тұз алмаған жас ет жақсылап қуырып алдымыз. Кішкене тұзын салып, кішкене паприкамыз салып, кішкене дәмін кіргіземіз. Мен бұны жақсы піскенше қуырып алдым. Етімізді бір ыдысқа қуырып жатып, бір ыдысқа күрішті қуырдым. Мен күрішке кішкене болгар перцін қосып қуырдым. Күріштің дәмі бөлекше шығатын болсын деп. Егер қызыл болғанда керемет болар еді, енді менде көгі болды үйде. Жақсылап күрішімізді бір ыдысқа қуырып, тұздап, дәмдеуіштеп, оны су құйып, бөктіріп басып қоямыз бұқтырып. Сосын жаймендеп көкөністерімізді табаға салып қуыра бастадым. Бірінші картопты қуырдым, екі жағын қызартып. Осылай қызартып алдым. Содан соң артынан бұны алғасын сәбізді қуырып алдым. Осылай. Артынан болгар борщын қуырып алдым. Оны қатты көп қуырмадым. Кішкене бір-екі майға ұнатып алдым тек қана. Бәрін қуырып алғаннан кейін осылай ыдысымызға жаймендеп қабаттап сала бастадым. Бірінші пиязымызды, үстіне 3-4 тал сәбізімізді салдым. Сосын етімізді салдым. Аударғанда кішкене көрнекті көрінеді шығар деп ойладым да. Сонымен нығыздап отырдым барлығын. Үстіне картошкамызды салдым. Әр қатарды нығыздап отырдым. Кішкене тұздадым. Оның үстіне қалған сәбізімізді, болгар борщын, қалған картошкаларды нығыздап салдым. Осының үстіне күрішімізді салдым. Сөйтіп жақсылап нығыздадым оны. Осылай. Бұл тағамды мен 3 адамға лайықтап істеп жатырмын. Сондықтан өзіміздің немізге қарай кастрюльге толтырып істемедім. Осылай су құйып қойғаннан кейін 20 минутқа жай отқа қойдым. Сосын оны кішілеу тарелкаға аударып алдым. Өйткені үлкен тарелкаға аударайын десем, үйдегілер айран қосып жемейді екен. Содан салатымды істеп қойған, қызанақпенен бәдіренен істеп қойған салатымды жан-жағына қойып, үй айранын құйып, осылай дастарханға қойдым. Өте жылдам орындалады екен, тым қиындығы жоқ, дәмді болады екен өте. Өзімізге ұнады. Істеп көрсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Ләйла. Видео ұнаса лайк басыңыздар, тіркеліңіздер.